Сонымен біздің тікелей эфирімізге қоңырау шалған тыңдарманымыз бар екен. Әуе толқынға шығарайық. Алло, саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, апа? Есіміңіз кім болады? Менің есімім Айналайын Қапиров. 78 жастамын Айналайын. Өте қуаныштымын. 12 балам бар. 23 немерем, 8 шөберем бар Айналайын. Құдай көп көрмесін, апа. Кімге сәлем жолдайсыз, айта беріңіз. Ал менің қазақ тұрған себебім Айналайындар сендерге әрең қоңырау шалып жолықтым ғой Айналайындар. Кімге айтарымды білмей жүремін. Менің зейнетақыма аламын жүргеніме 1 жылдан асты Айналайындар. Соны кімге айтарымды білмей. Апа, бұл деген енді әлеуметтік бағдарлама емес, бұл сәлем-сазды бағдарлама. Бұл жерде балаларыңызға, немерелеріңізге, шалдарға дегендей сәлем жолдауға болады. Енді сол, зейнетақыма сәлем жолдайын деп тұрадым ғой. Көрмелері 1 жылдан асты ғой. Соған енді пенсиям, зейнетақым 1 басы 2 болып, 2 басы 4 болып, өсіп, көбейе берсін Айналайын деп тұрмын ғой. Айтсын, апа, періштелердің құлағына шалынсын.